Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі сабағы басталды. Жаңа тақырып әлеуметтік желінің пайдасы мен зияны, бұрынғы өткен шақ. Оқу мақсаты мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау. Етістіктің шақ, рай түрлерін тілдесім барысында қолдану. Алдыңғы сабағымызда өткен шақтың түрлеріне және оның жедел өткен шақ деген түріне шолу жасаған едік. Ал бүгінгі сабағымызда бұрынғы өткен шақтың жасалу тәсілдеріне мән береміз. Оның екі тәсілі бар. Біріншісі бұл есімшенің ған, ген, қан, кен жұрнағы арқылы жасалады. Мысалға, мен алғанмын, сен алғансың. Екінші ып, п көсемшенің жұрнақтары арқылы және оған жіктік жалғауының қосылуы арқылы жасалу. Мысалға, мен көріппін, сен көріпсің. Мен жазыппын, сен жазыпсың. Сонда қайталап есте сақтап алайық. Бұрынғы өткен шақтың жасалуының екі тәсілі бар. Бірінші ған, ген, қан, кен есімше жұрнағы, екінші ып, п көсемше жұрнағы арқылы жасалады. Бірінші тапсырма: өз көзқарасыңызбен ақпараттарды сараптап жазыңыз. Әлеуметтік желінің пайдасы және зияны. Екінші тапсырма: бұрынғы өткен шақтың емлесін оқи отырып, 4 сөйлем құрап жазыңыздар.